Сәлем, менің қымбатты шаяндарым. Бұл 26 жылдың тамыз айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз және айта кетерім. Бұл қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңыздысы күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз шаян болса да, немесе айыңыз шаян болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоямын, маған жеке жазсаңыздар болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысатын боламын. Сонымен тамыз айында бізде 2 тұтылу күтіп тұр. 12 тамызда күн тұтылуы және 28 тамызда ай тұтылуы болады. Осы 2 күннің арасында тұтылулар дәлізі болады. Бұл кезеңде энергия өте күшті әрі құбылмалы болады. 12 тамызда жаңа ай энергетикалық портал ашылады, ал 28 тамызда тағы бір энергетикалық портал жабылады. Осылайша біздің назарымыз басқа бағытқа ауысып, өмірімізде жаңа оқиғалар орын ала бастайды. Сондықтан егер 12 мен 28 тамыз аралығында қандай да бір маңызды шешім қабылдамақ болсаңыз, өте мұқият болыңыз, жақсылап ойланыңыз, немесе мүмкін болса 42-ке дейін күте тұрған дұрыс. Енді бәрін ретімен қарайық. 7 тамызда шолпан жұлдыз жорамалыңыздың 4-ші үйіне кіріп, 11-ші қыркүйекке дейін, яғни бір айдан астам уақыт сонда болады. 4-ші үй бұл біздің үйіміз, отбасымыз, өзімізді жайлы, қауіпсіз әрі бақытты сезінетін ортамыз. Бұл жайлылықтың үйі, ал шолпан жайлылықтың, сұлулықтың, қуаныштың, махаббаттың және ақшаның планетасы. Сондықтан ол үйіңізде және отбасыңызға қатысты өте жағымды әсер береді. Мысалы, жылжымайтын мүлік сатып алуыңыз мүмкін, немесе үйге арналған жаңа заттар аласыз. Жаңа перде, жастық, жиһаз немесе басқа да бір әсемдік бұйымдарды алуыңыз мүмкін. Отбасылық мереке болуы мүмкін. Шолпан дастархан жайып қуанышпен тойлайтын уақытты да білдіреді. Мүмкін үйлену тойы, құда түсу, ата-анаңыздың мерейтойы болады. Ата-ана да 4-ші үйге жатады. Мүмкін анаңыз қонаққа келеді, немесе сіздің үйіңізге өзіңіз қуана қарсы алатын қонақтар келетін болады. Шолпан әрдайым қуаныш сыйлайды, сондай-ақ бұрыннан жақсы көретін, өзіңізге жайлы болатын жерге баруыңыз мүмкін. Жалпы бұл ай сіз үшін өте жайлы, жылы әрі жағымды өтеді. Достарыңызбен және жақсы көретін адамдарыңызбен көбірек кездесесіз. Тағы не болуы мүмкін? Үйді безендіру, егер жөндеу жұмыстары болса, ол көбіне үйді көркейтуге байланысты болады. Мүмкін жаңа тұсқағаш ауыстырасыз, қабырғаларды сырлайсыз, немесе үйді көгалдандырып гүл отырғызатын боласыз. Өйткені шолпан гүлдерге жауап береді. Сонымен қатар үйді немесе пәтерді сату немесе сатып алу мүмкіндігі де бар. Себебі мұнда қаржылық тақырып та көрінеді. Мүмкін қандай да бір құжаттарды аласыз, мысалы виза, басқа елдің паспорты немесе азаматтығы. Өйткені 4-ші үй біз өмір сүруге құқығымыз бар жерді де білдіреді. Сондықтан көптен күткен құжаттарды, мысалы тұруға рұқсатты немесе тұрақты тұру мәртебесін алуыңыз мүмкін. Жалпы 4-ші үйдегі шолпан өте жақсы әрі қызықты әсер береді. Айтпақшы, осы кезеңде анаңыздың өмірінде де жағымды оқиғалар болуы мүмкін. Өйткені ана 4-ші үй арқылы өтеді. Мүмкін ол біреумен танысып, романтикалық қарым-қатынас бастайды, немесе тұрмысқа шығады. 10 тамызда Меркурий сіздің ақша секторыңызға кіреді және 26 тамызға дейін сонда болады. Бұл жұмысқа, жалақыға байланысты жаңалықтар. Әрине, қандай да бір шоттар да келуі мүмкін. Мүмкін бухгалтермен бірге қаржыңызды талқылайтын боласыз. Сатып алулар, мәмілелер, құжаттарды рәсімдеу болуы мүмкін. Жаңа клиенттер пайда болуы да ықтимал, немесе жаңа
жұмысқа келісімшартқа қол қоясыз, тіпті жаңа жұмысқа орналасуыңыз да мүмкін. Қалай болғанда да 10 мен 26 тамыз аралығында қаржы мәселелерімен белсенді айналысасыз. Ал 12 тамызда дәл осы екінші үйде күн тұтылуы болады. Бұл алдағы 1,5 жылдық циклдағы алғашқы күн тұтылуы. Тамыздан бастап қаржылық жағдайыңыз өзгере бастайды. Бұл өзгерістердің толық қалыптасуына 1,5 жылға дейін уақыт кетуі мүмкін. Мысалы, дәл қазір өз бизнесіңізді бастап, келесі 1,5 жыл бойы оны тұрақты әрі жоғары деңгейде дамытатын боласыз. Бұл күн тұтылуы өте жақсы болғандықтан сізге белгілі бір ақша түсуі де мүмкін. Инвестицияларыңыз табыс әкелуі ықтимал. Үйді немесе пәтерді өте тиімді бағамен сатуыңыз да мүмкін. Бұл міндетті түрде ақша түрінде ғана емес, мүлік түрінде де келуі мүмкін. Мысалы, әжеңіз немесе ата-анаңыз сізге пәтер, саяжайды немесе үйді рәсімдеп беруі мүмкін. Немесе сүйікті адамыңыз сізге бағалы сыйлық жасайды. Екінші үй тек ақша ғана емес, құндылықтар мен өзін-өзі бағалау үйі. Мүмкін өзіңіздің қабілеттеріңізді, біліміңізді және таланттарыңызды шынайы бағалай бастайтын боласыз. Соның нәтижесінде жұмысыңызды ауыстыруға, өзіңіз үшін жұмыс істеуге, клиенттермен жұмыс жасауға немесе көпшілік алдында сөйлеуге шешім қабылдайтын боласыз. Екінші үй біздің сөзімізге де жауап береді. Мүмкін дәрістер оқисыз, оқытушы болып жұмыс істейсіз, немесе подкасттар жасайсыз. Жалпы сөйлеп біліміңізді бөлісе бастайсыз. Мүмкін еңбегіңіздің бағасын көтеріп, қызметтеріңіздің құнын арттыратын боласыз. Яғни жалпы сіздің бағалауыңыз өзгереді. Қанша табыс табатыныңыз немесе табыстың қайдан келетіні өзгереді. Тіпті табыс көзіңіз толықтай ауысуы мүмкін. Күн тұтылуы көбінесе жаңа табыс көзін алып келеді. Мүмкін бұрынғы жұмысыңыздан шығып, жаңа одан да табысы көбірек әрі жұмысы сіз үшін оңай әрі тиімдірек болады. Мүмкін жұмыстан шығып, тұрмысқа шығып, енді жұмыс істемей, жұбайыңыздың табысына өмір сүретін боласыз. Әр адамның жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Немесе жаңа жәрдемақы, алимент, шәкіртақы немесе басқа да тұрақты төлемдер ала бастайсыз. Ал кейбіреулер үшін керісінше ажырасу, бизнесті бөлу немесе мүлікті бөлісу мәселелері басталуы мүмкін. Бұл процесс 1,5 жылға дейін созылуы ықтимал, өйткені тұтылулар осы уақыт бойы екінші үй арқылы өтеді. Бірақ дәл қазір сіз үшін жаңа қаржылық энергетикалық портал ашылады. Бұл жаңа қаржылық мүмкіндіктер үшін өте жақсы кезең. Көптеген шаяндар осы 1,5 жылдың ішінде мүлде басқа қаржылық деңгейге көтеріледі. Кейбіреулер зейнетке шығып, еңбек жолын аяқтауға шешім қабылдауы да мүмкін. Ал мұндай тұтылу соңғы рет қашан болған? 2017 жылдың тамызында және 2018 жылдың тамызында. Сол жылдары еске түсірсеңіздер, қаржыңыз немесе жұмысыңыз қалай өзгерді? Ақшаға деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Мүмкін несие алып, қаржылық жағдайыңыз түбегейлі өзгерген шығар. Немесе үй, пәтер сияқты құнды мүлікті сатып алған, не сатқан боларсыз. Мүмкін дәл сол кезде бизнес ашқан шығарсыз. Тағы бір осындай тұтылу 2009 жылдың ақпанында болған. Егер сол кезең есіңізде болса, қандай жағдайлар орын алғанын еске түсіріңіз. Ұқсас оқиғалар қайта қайталануы да мүмкін. Дәл осы күні 12 тамызда Марс сіздің белгіңізге, яғни шаян белгісіне кіреді және 29 қыркүйекке дейін сонда болады. Марс өте белсенді, спорттық, кейде тіпті агрессивті энергияның планетасы. Бұл әрекет ету, мақсатқа жету, алға ұмтылу энергиясы. Мен мұны қалаймын, мен мұны істеймін, мен соған жетемін деген ұмтылыс күшейеді. Марс өте өршіл планета. Ол бірінші үйіңізде орналасатындықтан барлық назар өзіңізге ауады. Бұл мен қалаймын және оны іске асырамын деген
кезең. Сіз жай ғана армандап немесе жоспарлап қоймайсыз, шын мәнінде әрекет ете бастайсыз. Мүмкін жарысқа дайындалатын боласыз, бір жарысқа қатысасыз, көп сапар шегесіз, көлікпен жиі жүретін боласыз. Өйткені Марс көлікке де жауап береді. Жалпы жүру, жүгіру, бару, қозғалу, адамдармен байланысу, келіссөздер бастау сияқты белсенділік артатын болады. Мен өзім де асцендент бойынша шаянмын, сондықтан тамызда мені көптеген сапарлар мен қозғалыстар күтіп тұр. Демек, тамыз бен қыркүйекте Марс мен үшін де өте маңызды планета болады. Көп нәрсені ұйымдастырып, белсенді әрекет ететін боласыз. Мүмкін бір іске ерекше құлшыныспен кірісесіз. Марс отты планета, әрі тілектердің планетасы, сондықтан бір нәрсеге қатты қызығып, міне осыны қалаймын деп шабыттануыңыз да мүмкін. 24 тамызда күн сіздің 3-ші үйіңізге кіреді, ал 26 тамызда осы үйге Меркурий келеді. 3-ші үй сапарлар, көлік, қарым-қатынас, байланыс және кездесулер үйі. Туыстармен, кездесулермен болуы мүмкін. Таныстарыңызбен жиі аралассаңыз, жаңа көршілермен танысуыңыз да ықтимал. Мүмкін оқуға түсесіз, жаңа білім алып, жаңа ортаға енесіз, жаңа достар табасыз. Біреу сізді маңызды адаммен таныстыруы да мүмкін, немесе кездейсоқ таныстық өміріңізге үлкен өзгеріс әкеледі. Жаңа ақпарат, көзқарасыңыз өзгереді, жаңа құжаттарды рәсімдейсіз, виза, сертификат немесе көлікке қатысты құжаттар алуыңыз да мүмкін. Көлік сатып алу немесе сату ықтималдылығы жоғары. Ағаңызбен немесе әпкеңізбен бірге сапарға шығуыңыз да мүмкін. Немесе олар сізге қонаққа келеді. Жалпы тамыздың соңғы аптасы жаңа ақпаратқа, оқуға, құжаттарға, кездесулерге, қоңырауларға және қарым-қатынасқа толы болады. Достарыңызбен кафелерге барып, ұзақ әңгімелессеңіз, мүмкін ұзақ әңгімелесетін боласыз. Шопинг те болуы мүмкін. Жалпы айдың соңғы аптасы өте қызықты, қарбалас, әрі есте қаларлықтай өтеді. Мүмкін қызықты экскурсияларға да барасыз. 28 тамызда ай тұтылуы болады. Егер 12 тамызда күн тұтылуы қаржы, ақша және табыс көздерінің жаңа кезеңін бастаса, 28 тамыздағы ай тұтылуы сіздің 9-ші үйіңіздегі энергетикалық порталдың жабылуын білдіреді. Соңғы бір жыл бойы тұтылулар 9-ші үйіңізде өтіп келді. 9-ші үй шетел, басқа елдер, өзге мәдениеттер, шетелдіктер, саяхаттар, халықаралық сапарлар, шетелге көшу, иммиграция рәсімдеу, басқа елден жылжымайтын мүлік сатып алу, шетелде оқу, шет тілдерін меңгеру сияқты тақырыптарға жауап береді. Соңғы бір жыл ішінде осы бағыттардың бірінде көптеген оқиғалар болған болуы мүмкін. Мүмкін құжат рәсімдедіңіз, мүмкін көшу жоспарын құрдыңыз, мүмкін шетелде бизнесіңізді дамыттыңыз, немесе серіктесіңіз шетелдік болып, сонымен сол кісімен көп араласқан болатын шығарсыз. Мүмкін сіз басқа елде көбірек уақыт өткізе бастадыңыз, немесе мүлде көшіп кеттіңіз. Егер олай болмаса, онда 28 тамыз шамасында шетелге, құжаттарға, шетелдіктерге немесе шетелдегі жылжымайтын мүлікке қатысты маңызды шешім қабылдануы мүмкін. Мүмкін жауап аласыз, басқа елдің азаматтығын немесе тұрақты тұруға рұқсат аласыз, немесе алғаш рет шетелдік төлқұжат алып, шетелге шығатын боласыз. Мүмкін шетелден жұмыс ұсынысын аласыз. Бұл 9-ші үйдің бірінші тақырыбы. Екінші тақырып білім беру. Егер шетел тақырыбы сізге қатысты болмаса, онда оқуға түсуіңіз мүмкін. Немесе өзіңіз сабақ бере бастайсыз. Мектеп немесе академия ашуыңыз мүмкін. Кітап жазып, оны жарыққа шығарасыз, дәрістер оқисыз, подкаст жүргізесіз, ақпараттарыңызды әлеммен бөлісе бастайсыз. 9-ші үй дәл осыған жауап береді. Осы ай
тұтылу арқылы өзіңізді әлемге танытуыңыз мүмкін. Көпшілікке танымал болып өзіңізді жариялайсыз. Сонымен қатар 9-шы үй немерелерге де жауап береді. Немере дүниеге келуі, немере күтіп жатқаныңыз туралы қуанышты жаңалық естуіңіз де мүмкін. Тағы бір маңызды тақырып заң мәселелері. Егер сот процесі жүрген болса, енді оның шешімі шығуы мүмкін. Ұзақ уақыт келісімге келе алмай жүрген болсаңыз, енді келісімге келетін боласыз. Мүмкін ажырасу рәсімі аяқталады, немесе 1,5 жылдан астам уақыт созылған заңдық құжаттарды рәсімдеу аяқталып, нәтижесін алатын боласыз. Осылайша 9-шы үйдің ұзаққа созылған кезеңі 28 тамыздың айналасында аяқталады. Әрине, тұтылулар дәл осы 12-ші немесе 28 тамызда ғана әсер етеді деген сөз емес. Олар 1 ай бұрын да, 1 ай кейін де іске асуы мүмкін. Кейбіріңізде бұл оқиғалар шілде айында басталған болуы да ықтимал. Бірақ адамдардың көпшілігінде олар дәл осы күндердің маңайында байқалады. Бұл өте қуатты энергия болғандықтан, ғалам өмірдегі оқиғаларды әдейі сізді жаңа бағытқа бұру үшін ұйымдастыратындай әсерін қалдырады. Енді 9-шы үйдің мәселелерінен назарыңызды алып, қаржыға көңіл бөлуіңіз қажет. Ендігі міндетіңіз қаржылық жағдайыңызды теңгерімге келтіріп, оны жаңа деңгейге көтеру. Міне осындай қызықты тамыз айы күтіп тұр. Қымбатты шаяндар, жұлдыз жорамалды міндетті түрде асцендентіңіз бойынша, күн белгіңіз бойынша және ай белгіңіз бойынша да қараңыздар. Үшеуі де сіздің өміріңізде көрініс табады. Әсіресе тұтылуларға қатысты болуы мүмкін. Сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.